ұрпақтарыңның үстіне рухымды төгемін. Оларға жарылқауымды жаудыра беремін. Ишая пайғамбар жазбасы 44-ші тарау 3-ші аят. Біздің балаларымыз Құдайдың рухына ие, бірақ жаратылысынан бастап емес әрине. Біз мұны анық байқаймыз. Біз балаларымыздың болашағы үшін әрдайым қауіптенеміз. Өйткені олардың өмірінен қауіптенуге мәжбүр ететін көп жағдайларды көреміз. Сөйтіп, бұл жағдайлар бізді мазалайды және солар үшін дұға етуімізге түрткі болады. Егер ұлымыз теріс жолда жүрсе, Құдай оны дұрыс жолға сала көрсе екен деп бар ынтамызбен дұға етеміз. Және қыздарымыздың ханша болғаннан гөрі жай ғана дұға етуші әйел болғанын қуана қолдаймыз. Сондықтан да бұл сөздер бізді аса жігерлендіруі керек. Бұл сөздер «Қорықпа құлыным» деген сөздерден кейін айтылған және бұл сөздер қорқыныш қаншалықты қатты болса да сейілте алады. Қайырымды Құдай өзінің рухын сыйлауға әр қашанда даяр. Тіпті оның ағыл-тегіл етіп молынан төккісі келеді. Өзінің рухы бізге шынайы әрі мәңгілік жарылқаушылық болып көрінуі үшін Құдай бізге оның құдіретті күшімен сыйлауға даяр. Біздің балаларымыз Құдай рухының осы ағыл-тегіл төгілуіне қатысып, өз өмірлерінде шындыққа айналдырулар керек. Сонымен балаларымыздың бірі «Мен Құдай иенікімін» десе, ал басқасы Жақыптың атымен аталатын болады. Бұл Құдайдың көптеген уәделерінің бірі ғана. Біз осы уәденің күшін пайдаланып, оның алдына өтінішпен келе аламыз. Сондықтан да біз белгілеген уақыттарда және ерекше жолдармен өз балаларымыз үшін дұға етулеріміз керек емес пе? Біз оларға жаңа жүрек сыйлай аламыз, бірақ киелі рух мұны істей алады. Ал бізге ол туралы сұрау оп-оңай. Көктегі әкеміз ата-аналардың дұғаларына рақымдылық көрсетеді. Бүгінде біздің жақындарымыз арасында құтқарылу келісімінен тыс қалған біреу бар ма? Егер бар болса, қайырымды Құдайдың қолы оларды да бізбен бірге осы кемеге кіргізбейінше тыным таппайық.